тараптаны өздерінің аргументтерін енгізесіңдер. Ол да сол 3-4 болуы мүмкін. Кейде үкімет жаңағы қарарды түсіндіретін алаңды ашады. Алаңды әділетсіз ашатын болса, сендер өздерінің варианттарын ұсына аласыңдар. Қазір оны практикада көрсетіңіздер. Сосын осылай үкіметтің лидері шығып 8 минут сөйледі. Ол отырды. Сосын бар үкіметтің спикері шығады. Үкіметтің спикерінде де 8 минут. Үкіметтің спикері шығады, алғашқы уақытта мынаның сөздерін құлатады. Лидер ұтты. Екі спикерді бір-бірімен салыстырады. Мына спикермен мына лидермен, мына спикерді салыстырады. Жалпы екі тараптың идеясын бір-бірімен салыстырады, аргументтерін салыстырады. Салыстыру барысында не үшін қарсы тараптікі сенің тарапынан әлсіз болғандығын жаңа зат айтпай, осыған дейінгі айтылған заттарды қолдана отырып көрсетесіңдер. Рецессия деп жасайсың. Немесе диагноз қоясыңдар, медик болып, екі жаққа диагноз жасайсың.